Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жарықтың сыну заңы. Сабағымыздың негізгі мақсаты жарықтың сыну заңын толықтай түсініп, есептер шығаруда қолдана білу. Бір ортадан екінші ортаға өткенде жарық сәулесінің жылдамдығы өзгереді. Оның нәтижесінде жарық сәулесінің таралу бағыты өзгереді. Жарық шоғын шыны арқылы өткіземіз. Шыны мен ауаның бөліну шекарасында жарық шоғы өзінің бағытын өзгертеді, яғни сынады. Сынған сәуле мен екі ортаны бөлетін шекараға сәуле түскен нүктеде тұрғызылған перпендикуляр арасындағы бұрышты сыну бұрышы деп атайды. Мына суретке мұқият зер салып қарайтын болсақ, МН сызығы бұл екі ортаның шекарасы болып табылады. Ауа мен судың ортасындағы. Бұл ортаға S нүктесінен жарық түседі, яғни S жарық көзі. Оның бағыты SO деп белгіленген, бұл түскен сәуле. OV сынған сәуле. Екі ортаның шекара сызығына O нүктесі арқылы перпендикуляр жүргіземіз. Альфа бұрышы дегеніміз түсу бұрышы. Түскен сәуле мен екі ортаны бөлетін шекараға сәуле түскен нүктеден тұрғызылған перпендикуляр арасындағы бұрыш түсу бұрышы деп аталады. Гамма бұрышы сыну бұрышы. Сынған сәуле мен екі ортаны бөлетін шекараға сәуле түскен нүктеден тұрғызылған перпендикуляр арасындағы бұрыш сыну бұрышы деп аталады. Түскен сәуле, сынған сәуле және екі ортаның шекарасындағы сәуленің түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады. Бұл жарықтың сыну заңының тұжырымдамасы. Синус альфаның синус беттаға қатынасы тең болады n2-ның n1-ге қатынасы. Мұндағы n2 деп отырғанымыз екінші ортадағы абсолют сыну көрсеткіші, n1 деп отырғанымыз жарықтың бірінші ортадағы абсолют сыну көрсеткіші. Абсолют сыну көрсеткіші n әрпімен белгіленеді, оның өлшем бірлігі жоқ. Синус альфа дегеніміз түсу бұрышының синусы, синус бетта дегеніміз сыну бұрышының синусы. Түсу бұрышының синусының сыну бұрышының синусына қатынасы берілген екі орта үшін тұрақты шама. Бұл Снеллюс заңы, 1621 жыл. Егер бірінші ортада жарықтың таралу жылдамдығын V1, ал екінші ортадағы жарықтың таралу жылдамдығын V2 деп белгілесек, жарықтың сыну көрсеткішінің формуласы төмендегідей болады. N тең болады V1 бөлінген V2. Вакуумге қатысты жарықтың сыну көрсеткіші абсолют сыну көрсеткіші деп аталады. N1 тең болады S бөлінген V1, N2 тең болады S бөлінген V2. Осы формулалардан, яғни S дегеніміз вакуумдегі жарық жылдамдығы, оның мәні 3 көбейту оның 8 дәрежесі метр бөлі секунд. Осы формулалардан S-ны анықтап, екі формуланы теңестіру арқылы келесі формуланы аламыз. Яғни V1 бөлі V2 тең болады N2 бөлі N1. Жарықтың таралу жылдамдығының ортаның сыну көрсеткішіне тәуелділік формуласы. Мына кестеде кейбір заттардың сыну көрсеткіші көрсетілген. Есептерде жиі кездесетін заттардың сыну көрсеткіштері, тұрақты шамалар яғни. Жазық параллель шыны пластинада жарықтың сынуы. Жарық сәулесін жазық параллель шыны пластинаның бүйір қабырғасына суретте көрсетілгендей етіп түсіреміз. Жарық сәулесі шыны пластинкадан өткенде екі рет сынады. Нәтижеде жарық сәулесінің ауытқуы болады, бірақ оның бағыты өзгермейді. Шыны пластинадан шыққан жарық сәулесі түскен жарық сәулесіне параллель болады, өйткені шыны пластинаның қарама-қарсы қабырғалары өзара параллель. Оптикада көбіне үшбұрышты призма арқылы жарықтың өтуіне байланысты жұмыстар жасауға тура келеді. Жарық сәулесін үшбұрышты шыны призманың бүйір қабырғасына бағыттаймыз. Жарық сәулесі шыны призмадан суреттегідей өткен кезде екі рет сынады. Жарық өзінің бастапқы бағытынан ауытқып призманың табанына қарай сынады, өйткені призманың бүйір қабырғалары өзара параллель емес. Параллель сәулелердің екі шыны призмадан сынуы. Жарық сәулесінің үшбұрышты шыны призмадағы жүрісі. Призма дегеніміз қиылысатын жазықтықтармен шектелген мөлдір дене, АВ және АС жақтары сындыратын жақтар деп аталады. Фи бұрышы призманың сындыру бұрышы деп аталады, ВС призманың табаны. Призманың сындыру бұрышын сыну бұрышы, яғни фи тең болады альфа 2 қосылған бетта 1. Альфа 2 деп отырғанымыз екінші рет жарықтың түсу бұрышы, бетта 1 дегеніміз жарықтың бірінші сыну бұрышы. Ауытқу бұрышы призмаға кірген сәуле мен призмадан шыққан сәуле бағыттарының арасындағы бұрышты сигма деп белгілесек, оны альфа 1 қосу бетта 2 азайту фи формуласымен есептейміз. Призманың минималдық ауытқу бұрышы бетта 2 тең болады альфа 1
бета 1 тең болады альфа 2. Яғни призманың минималдық ауытқу бұрышын сигма минимал деп белгілейміз. Фи жақшаның ішінде n азайту 1, яғни тең болады 2 альфа 1 азайту фи формуласымен есептелінеді. Призманың максималдық ауытқу бұрышы сигма макс деп белгіленеді. Формуласы альфа 1 қосу 90 градус азайту фи. Сыну құбылысына мысалдар. Бақылаушы балықтың жалған кескінін көреді. Бақылаушыға балық шын мәнде таяз көрінеді. Жалған тереңдік. Жалған тереңдікті анықтау үшін шын тереңдікті абсолют сыну көрсеткішіне бөлеміз. Мынада есеп шығару мысалдары берілген. Бұл мысалдар дәптерімізге мұқият тыңдап түсініп болғаннан кейін көшіріп аламыз. Есептің берілгені. Егер сәуле ауадан 60 градус бұрышпен шыныға түскенде сыну бұрышы 35 градус болса, шынының сыну көрсеткіші неге тең? 60 градус дегеніміз ол түсу бұрышы альфа деп белгілейміз. 35 емес 30 деп ала берейік. 30 градус ол сыну бұрышы, бета деп аламыз. Табу керек сыну көрсеткіші n. Формула n тең болады синус альфа бөлінген синус бета. Синус альфаның орнына 60-ты қоямыз. Синус бетаның орнына синус 30-ты қоямыз. Нәтижесінде 1,174 мәнін аламыз. Сыну көрсеткішінде өлшем бірлік жоқ. Екінші мысал. 60 градус бұрыш жасай түскен сәуле оптикалық тығыздығы көбірек ортаға өтеді. Берілген ортаның бірінде жарық жылдамдығы 1,2 есе үлкен болса, онда сыну бұрышы қаншаға тең дейді. Яғни 1,2 есе дегенді балалар біз n тең деп ала берсек болады. Яғни сыну көрсеткіші ретінде n тең 1,2 деп аламыз. 60 градус түсу бұрышы, оны альфа деп белгілейміз, табу керек бета. n тең болады синус альфаның синус бетаға қатынас формуласын аламыз. Формуланы түрлендіреміз, синус бетаны табамыз. Синус бетаны табу үшін синус альфаны n-ға бөлеміз. Синус альфа 0,187, 0,187-ні 1,2-ге бөлеміз. 0,172 жауабы шығады. Бірақ біз толықтай есептің шешіміне келуіміз үшін синус бета тең болады 0,172. Яғни синус қанша градустан 0,172-ге тең болады екендігін 4 таңбалы таблицадан қарап 46 градус екендігін анықтаймыз. Үйге тапсырма. Осы 4 тапсырманы жазбаша түрде орындап, дәптерімізге жазып, WhatsApp желісіне маған жібереміз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.